Хамза мен мәт бір сөзде келіп тұр, біріккен дедік. Енді бүгінгі өтетін тақырып мәттің созылуына себеп болатын сукун. Енді созылуына себеп болатын деген не деген сұрақ келеді ғой. Бізде негізгі табиғи мәттің үкімі екіге созу керек. Ал мына жерде біз 4-ке 6-ға созады екенбіз. Сол 4-ке 6-ға созуымызға себеп болатын жағдайларды өтіп жатырмыз. Как раз видеоны Раяға жүріп қойсы үйінде қарайды. Енді бұның бүгінгі өтетін жағдайымыз сукунға байланысты созылуының өзі екіге бөлінеді екен. Лазым, мәд лазым дейтін бар. Және арт, мәд арт дейтін бар. Лазым дегеніміз әуелден бар. Яғни Раббымыздың тарапынан түскен сукун бар. Құранда әуелден тұр, оны ешкім өзгеріске ұшыратпаған. Түсінікті? Бізге Жабраил алейхиссалам пайғамбарымызға оған Аллахтың салаты мен сәлемі болсын Құран-ы кәрімді түсірді. Сол кезден тұрған сукундар, әуелден бар сукундар. Түсінікті? Бұны қалай ажыратамыз деген сұрақ келеді. Әуелден бар деген не бар дейсіз ғой? Мәттен кейін сукун бар әуелден деген. Мысалға, сіз жатқа білетін шығарсыз, Фатиха сүресін білесіз ғой? Білесіз ба? Білетін. Сол Фатиха сүресінде бізде уәля доллин деген сөз бар. Мына жерде мынау зат бізде мәт. Алдыңғы әріптің харакеті фатха, одан кейін алиф сукунсыз харакетсіз өзі келіп тұр. Мынау бізде табиғи мәт. Егер де табиғи мәттен кейін шаддалы әріп келетін болса, ол жерде мәт лазымның қағидасы бар. Шығып кетесіз ау деймін. Мәт лазымның қағидасы бар. Мәт лазымның үкімі міндетті түрде 6-ға созу уәжіп. Уәжіп дегеніміз 99% парызға жақын, яғни жасау керексіз. Жеміңіз жетсе де, жетпесе де жеткізу керексіз. Осыған машықтанып, үйрену керексіз созуға. Соза алмай қалдым деп айтпайсыз. Яғни, неге мына жерде сукун бар деп ойланып отқан шығарсыз? Шадданың қағидасын білесіз ғой, я? Шадда тұрған жерде екі әріп бар деген сөз. Алғашқысы сукунды, келесісі харекетті. Яғни, мына сөзді ашсақ, бір сукунды ләм тұр, одан кейін бар касралы ләм тұр. Көрдіңіз ба? Әжеде екі ләм бар. Сукунды ләм естеп тұр, шаддамен жасырынып тұр. Раббымыздың тарапынан түскен сукун. Түсінікті? Бұны не істейміз дедік? 6-ға созу уәжіп дедік. Екіншісі мәд арт. Арт дегеніміз лазым әуелден болды ғой. Ал арт дегеніміз пайда болатын сукун. Яғни оқу барысында аяттың соңында тоқтаған кезде, немесе деміміз жетпей жатып аяттың ортасында тоқтаған кезде, біз әріптің харекетін оқымаймыз, сукун жасап тоқтаймыз. Бұл қағиданы сукун арт дейді екен. Ал егер де біз тоқтаған жердің дәл алдындағы әріп мәд әрпі болатын болса, мәд арт қағидасы болады екен. Яғни, кез келген сүренің басында Бисмиллахир-рахманир-рахим деп айтамыз біздер. Егер Құранды ашып қарасаңыз, осы соңғы сөзді алайын мен. Негізі кәсіра тұр ол жерде. Сіз де байқайтын шығарсыз, Құранға енді түсатсыз ғой. Мысалға, Әлхамдулиллахи роббил аламина. Біз аламин деп айтамыз. Көп адамдар Құранға енді түсатқан кезде айтады, неге аяттың соңында біз сукун жасап жатырмыз деп. Келесі аятты оқып жатқан кезде, аяттың ортасында тоқтамайтын жерде тоқтап қалсақ, біз аяттың мағынасын бұзып жібереміз. Әрбір аяттың соңына тоқтау сүннет амал. Және аяттың мағынасы бұзылмайды. Зато сіз сүннетті тірілтесіз, сауап аласыз. Еще Құранды әдемі оқисыз. Енді мына жерде біз рахими. Егер тоқтамай өтіп кетсек те болады. Тоқтамай өтіп кететін болсақ, келесі аятты оқып кету керекпіз. Демалмастан оқып кету керекпіз. Қарилар Құранның бір бетін тоқтамай оқып тастайды ғой. Машықтанған. Ал егер тоқтайтын болсақ, демалуға рұқсат. Сол үшін, мына адам шаршап қалады ғой. Шаршап қалмас үшін жеңіл оқуға машықтану кезінде тоқтаймыз. Мына жерде рахими деген табиғи мәттен кейін мына кәсіраны алып тастап сукун қойып тоқтайтын болсақ, бізде автоматты түрде мәт арт қағидасы пайда болады. Және бұны бізге 6-ға созудың үкімі жайыз болады. Жайыз дегеніміз рұқсат жағдай. Яғни соза алмай қалсаңыз, күнә жазылмайды. Мына жақта міне аяттың мағынасы бұзылады. Бірақ мынаны барынша тартилге салып, 4-ке созуға тырысу керек. Түсінікті?
яғни соңғы рет айтып жүремін, мәттен кейін тоқтасақ мәд артып болады, мәт жоқ жерде тоқтасақ просто сукун артып болады. Түсінікті?